Армысыз, құрметті қатысушы. Қазір мен сіздерге конкурсқа қатысуға арналған жарнаны төлеу жолдарын айтамын. Қазақстан Республикасы жоба менеджерлерінің одағы Қазақстан Project Management Awards 2022 ұлттық конкурсының қаржы операторы болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, квазимемлекеттік сектордың бизнес пен жоғары оқу орындарының өкілдері конкурсқа қатысу үшін ақы төлеуі тиіс. Квазимемлекеттік сектор мен бизнес бір есеп үшін 100 мың теңге, жоғары оқу орындары бір есеп үшін 50 мың теңге. Қатысу үшін төлем жасаудың екі түрі қарастырылған. Біріншісі, мемлекеттік сатып алу порталы арқылы қатысушының қаржы операторымен шарт жасауы. Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы шарт жасау үшін міндетті түрде өзіңіздің мемлекеттік сатып алу бөліміндегі әріптестеріңізбен байланысу қажет. Содан кейін олар мемлекеттік сатып алу порталында бір көзден алу тәсілмен шарт жобасын орналастырады және қаржы операторына келісу, содан кейін шартқа қол қою бойынша хабарлама жібереді. Жасалған шарт негізінде қаржы операторы қатысушыға есеп шот ұсынады. Екінші, қатысушының қаржы операторымен тікелей шарт жасауы. Ең алдымен конкурстың сайтына кіріп, шарттың жобасын жүктеп, деректемелеріңізді енгізесіз. Содан кейін қол қойып, мөрмен растайсыз. Шарттың түп нұсқасын пошта арқылы келесі мекенжайға жіберу керек. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абылайхан даңғылы 79-71, 306 кеңсе. Төлем рәсімін жылдамдату үшін сізге шарттың сканерленген көшірмесін қаржы операторына хат тақырыбын конкурс деп көрсетіп, экранда көрсетілген электрондық поштасына жіберуіңіз қажет. Қаржы операторы өз тарапынан алынған шартқа қол қояды және шарттың сканерленген нұсқасын қатысушыға төлем есепшотымен бірге жібереді. Әрі қарай төлем процедурасы бірдей. Қатысушы есепшот негізінде жарнаны төлейді. Төлем жасалғаннан кейін қатысушы интернет-банкингтен төлем фактісін растайтын төлем тапсырмасын жүктеп алады. PDF файлы нысандағы осы төлем тапсырмасы жоба бойынша есеппен бірге экранда көрсетілген ұйымдастырушының электрондық поштасына жіберіледі. Қосымша сұрақтар бойынша төменде көрсетілген телефон номерлеріне хабарласа аласыздар.